Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі өте ерекше, нәзік муссовый торт дайындаймыз. Алдымен жеміс-жидек салмасын дайындап аламыз. Ішіне әртүрлі салма салсаңыздар болады. Менде малина болды. Қатырылған малина 300 грамм аламыз. Оған 70 грамм қант қосамыз. Және баяу отқа газға қойып қоямыз. Кейін желатин, яғни 8 грамм желатинға 45 грамм су қосып, араластырып шетке дайындап қоямыз. Баяу отта қайнап жатқан малинамызды қант ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен дәндерін бөлек алу мақсатында не марледен, не ситадан өткізіп алсаңыздар болады. Осы малинаның салмасына енді жаңа дайындаған желатинімізді қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. 14 диаметрлік формаға пищевая пленканы жақсылап орап, ортасын тесіп, дайындаған жеміс-жидек салмасын ішіне құйып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді бисквит дайындаймыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа керек. Бір жұмыртқаға 10 грамм қант саламыз, 20 грамм сүт құямыз, 20 грамм ұн саламыз, және де 5 грамм сұйық май, және 5 грамм какао ұнтағын қосып, бәрін жақсылап араластырып, диаметрі 16 формаға құйып, салып пісіріп аламыз. Торттың бетіне құятын қоспасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ақ шоколад керек, 150 грамм, оған 100 грамм сгущенка саламыз. Бөлек ыдысқа глюкозный сироп 150 грамм, 150 грамм қант және 75 грамм су құйып, баяу отта газға қойып араластырамыз. Түбі жабысып қалмас үшін әбден араластырамыз, ал қайнағаннан кейін мүлдем тиіспейміз. Дайын болған сиропты шоколад пен сгущенканың үстіне құямыз. Бір-екі минуттай араластырмай тұрамыз, шоколадымыз ерігенше. Кейін лопаткамен жақсылап шоколадымыз түгел ерігенше жақсылап араластырамыз. Алдын ала желатин дайындап қойған болатынбыз. Пищевой краситель, яғни қай түсте өзіңіз дайындағыңыз келеді, сол красительді қосасыз, бір тамшы ғана. Және де дайындаған желатинімізді осы сироптың үстіне қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ең соңында блендермен, яғни блендерді жоғары көтермей, түбінен баяу араластырамыз. Және де ақ түсінен бөлек алып қойдым. Үстінен құйғанға пищевой пленкамен контакт дейді ғой, бетіне жабыстырып, ауа қалдырмайтындай етіп, жақсылап жауып, холодильникке сақтап қоямыз. Бұны бір күн бұрын дайындап қойсаңыздар да болады. Бұндай қоспаны ертерек, тіпті 2-3 күнге дейін холодильникте сақтауға болады. Ол үшін алдымен 15 грамм желатинді 50 грамм суық су қосып, бөлек қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа 250 грамм сүт құйып, оған 50 грамм қант салып, баяу отқа қойып қоямыз. Бір жұмыртқаға 50 грамм қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Ысыған сүтімізді ақырындап шетінен жұмыртқа тұрған массаға құямыз.
яғни жұмыртқа пісіп кетпес үшін тек аздан ғана құямыз. Енді керісінше сүт тұрған ыдысқа жұмыртқаның массасын құйып, бәрін жақсылап араластырамыз. Осы массаға 90 грамм ақ шоколадты қосамыз. Шоколадымыз ерігенше. Одан кейін жаңа дайындаған желатинімізді қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Желатинді ерітпесек те болады, өйткені сүтіміз біздің ыстық. Енді сливки бізде 33%, 250 грамм сливкиді жақсылап қоюлатып аламыз. Яғни осы сливкиді сүт тұрған қоспамызға саламыз. Шетінен араластырып отырамыз. Сливкимізді салып, араластырып алдық. Енді 250 грамм 20% қаймақ қосамыз. Құртымызды жинаймыз. Ол үшін бізге біздің арнайы мұз құятын ыдыс формамыз силиконовый. Және де мұз, жаңа өзіміз дайындаған жеміс жидектен жасалған конфи. Және де бисквит, шоколадный бисквит. Бәрін дайындап қоямыз. Ең алдымен 1-2 сантиметрде болатын мұсымызды формамызға құйып аламыз. Құйып алып, бір 10-15 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Кішкене қатуы керек. 10-15 минуттан кейін мұздың үстіне жаңа өзіміз дайындаған жеміс жидек қоспасын үстіне саламыз. Арнайы форманың үстіңгі бөлігін жақсылап кигіземіз. Енді әр қайсын мұзды толық жан-жағына жеткізіп құйып шығамыз. Ең соңғы өзіміз дайындаған шоколадный бисквитімізді ең астына қоямыз. Бір күнге холодильникке қойып қоясыздар. Міне ертесінде форманы алдым. Жан-жағында кішкене бір бүдірлері болады форманы, оны ақырындап пышақпен кесіп түзетіп аласыздар. Енді дайын болған тортымызға кеше өзіміз дайындаған салманы үстіне осылай айналдыра құйып шығасыздар. Енді бетін әсемдеу өз еріктеріңізде. Бұл музы тортқа қосылған желатиннің бәрі менде халал. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Дәмі өте нәзік, яғни ішінде жеміс жидек қосылған салмасы, бисквит шоколадный және де муз бір-бірімен үйлесімділікте тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Ас болсын.